Рефлексия дегеніміз не? Рефлексияның неше түрі бар? Сәлем, құрметті достар, сіздермен Әсем Нұр. Бүгін сіздермен рефлексияның негізгі түрлеріне тоқталатын боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер видео сіз үшін пайдалы болса, міндетті түрде достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Рефлексия дегеніміз не? Рефлексия дегеніміз баланың өзін-өзі тануы, түсінуі ғана емес, басқалардың тұлғалық ерекшеліктерін, эмоциялық реакцияларын, танымдық қабілеттерін білу мақсатында жүргізілетін үрдіс болып табылады. Рефлексия ұғымы ең алғашқы рет философия ғылымында пайда болған. Рефлексияны сабақтың кез келген кезеңінде пайдалануға болады. Сабақтың ортасында немесе сабақтың соңында біртіндеп баланың ішкі рефлексиясына ауысуы қажет. Рефлексия көп қырлы кіріккен әрекет болып табылады. Рефлексияның оқушы үшін тиімділігі. Бала өз-өзіне есеп береді, білім сапасы артады, бәсекелестік күшейеді, өзін-өзі бағалайды және оқушының қажеттілігі білінеді. Рефлексияның негізгі түрлері мынадай. Оқу материалының мазмұнына сәйкес рефлексия түрі. Екінші, көңіл-күй, эмоция рефлексиясы. Үшінші түрі, іс-әрекет рефлексиясы. Және әр түріне жеке-жеке тоқталатын болсақ. Бірінші, көңіл-күй, эмоция рефлексиясы. Баланың жалпы көңіл-күйін білу мақсатында жүргізілетін рефлексия. Мысал ретінде алма ағашы ойынын ойнатуыңызға болады. Сабақтың басында балаға қызыл және жасыл алманы бересіз. Сабақтың соңында бала егер тапсырманы толықтай орындай алдым десе, бала жасыл алманы, егер сабақты мүлдем түсінбедім, сабақта тапсырмаларды орындай алмадым десе, қызыл алманы жабыстырады. Келесі, күн шуақ ойынын ойнатуыңызға болады. Бұл ойында балаға күн және бұлттар беріледі. Егер бала сабақты толық түсінсе, күнді көрсетеді. Егер бала сабақты жартылай түсінсе, бұлтты, мүлдем түсінбесе, тек қана бұлтты көрсетеді. Іс-әрекет рефлексиясы. Іс-әрекет рефлексиясы негізінен балаға жазу үрдісіне жетелеу арқылы қалыптасатын рефлексия түрі. Яғни, бұл рефлексия кезінде балаға эссе, ой толғау, шығарма сияқты, тезис, осындай жазу түрлерін өткізуге болады. Мысалы ретінде тазалық ойынын өткізуіңізге болады. Баланың қолына ет тартқыш, чемодан, қоқыс жәшігі салынған парақты бересіз. Осы парақты бергеннен соң балаға айтасыз: сіз үшін осы сабақтағы ең пайдалы ақпараттарды чемоданға салыңыз. Сіз үшін керек емес ақпаратты қоқысқа салыңыз. Сіз әлі түсінбеген, әлі де толықтыруыңыз керек ақпаратты еттартқышқа салыңыз деп осылай жазу әрекетін жүргізуіңізге болады. Келесі рефлексия түрі оқу материалына сәйкес жүргізілетін рефлексия. Оған 5 жолды өлең, Синг-Вейн әдісі немесе ақылдының 6 қалпағы және табыс баспалдағы әдістерін қолдануыңызға болады. Балалардың қолына 6 түрлі қалпақ беріледі. Ақ қалпақ: сабақта не ұқтым, маған қандай ақпараттар алу қажет. Қызыл қалпақ: сабақта қандай ой келді. Жасыл қалпақ: алған мәліметтен қандай идея туындады. Алтын қалпақ: сабақтың жағымды тұстары, артықшылықтары неде. Қара қалпақ: сабақтың жағымсыз кезеңдері, не қамтылмай қалды. Көк қалпақ: қорытынды жасау. Қалпақты пайдалану ережелері: ойлау қалпағын киіп, өз пікірлерін білдіру. Қалпақты ауыстыру кезеңінде ойлау әдісі де өзгереді. Адамды ренжітпей, қарсылық білдірмей қалпақты ауыстыру. Синг-Вейн стратегиясы ой толғау кезінде қолданылады. Синг-Вейн 5 деген француз сөзінен шыққан, яғни 5 жолды өлең жазу әдісі. Бірінші жолда тақырыпқа қатысты бір сөйлем жазу, зат есім болуы қажет. Екінші, 2 сөзбен сипаттау, сын есім болуы қажет. Үшінші, тақырыпқа қатысты атау, етістік болуы қажет. Төртінші, 4 сөзден тұратын сөйлем. Бесінші, тақырып мәнін ашатын бір сөз синоним болуы қажет.
Мысалы, күй қандай әсерлі, құдіретті. Үшінші жолы мың айтады, балқытады, тебірентеді. Төртінші күй адамның сезімінің айнасы. Бесінші жуық сөз өнер. Табыс баспалдағы әдісі. Кәдімгі сатының суреті беріледі. Бірінші баспалдақта мен білемін, яғни бала осы сабақта не білгенін жазады. Екінші баспалдақта мен түсінемін, яғни осы сабақтан түсінгенін жазады. Үшінші мен жасай аламын, яғни баланың болашақта қандай жоспары бар екенін соны жазуы қажет. Сіздермен болған Әсем Нұр. Егер видео сіз үшін пайдалы болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Менен келген әр видеоны бірінші болып көретін боласыз. Келесі сабағымда үй тапсырмасын сұрауға арналған ең қызықты әдіс тәсілдерді өткізетін боламын.